Сен білесің бе? Ғарышта толық тыныштық. Ғарышта ауа жоқ, сондықтан дыбыс тарамайды. Егер күн жарылып кетсе де, оның дыбысын ести алмайсың. Қара құрдым уақытты баяулатады. Қара құрдымға жақындаған сайын уақыт баяу өтеді. Бірнеше сағат сыртқы әлемде жылдарға тең болуы мүмкін. Жерге күн сайын ғарыштан шаң түседі. Күн сайын шамамен 100 тоннаға жуық ғарыштық шаң мен ұсақ бөлшектер жерге жетеді. Ай жыл сайын алыстап барады. Ай жерден жылына шамамен 3,8 сантиметрге алыстайды. Шолпан планетасы ең ыстық. Күнге ең жақын планета емес, бірақ атмосферасының әсерінен температурасы шамамен 470 градус Цельсий болады. Ғалам өте үлкен. Біз көре алатын ғаламда жүздеген миллиард галактика бар деп есептеледі. Жер үнемі қозғалып жатыр. Сен қазір қозғалмай отырмын деп ойлауың мүмкін, бірақ жер өз осінен сағатына шамамен 1670 км жылдамдықпен айналып жатыр. Айда іздер миллиондаған жыл сақталады. Айда жел де, жаңбыр да жоқ. Сондықтан астронавтардың аяқ іздері өте ұзақ уақыт сақталады. Бір күнде мыңдаған метеорит жер атмосферасына кіреді. Көпшілігі атмосферада жанып кетеді. Юпитер күн жүйесін қорғайды. Оның алып тартылыс күші көптеген кометалар мен астероидтарды өзіне тартып алады. Кейбір жұлдыздардың жарығы бізге мыңдаған жылдан кейін жетеді. Яғни сен көріп тұрған жұлдыз кейде әлдеқашан жойылып кеткен болуы мүмкін. Ғарышта алып су бұлттары бар. Ғалымдар кейбір аймақтарда жер мұхиттарынан әлдеқайда көп су буын тапқан. Жер жалғыз планета емес болуы мүмкін. Ғалымдар мыңдаған экзопланеталарды анықтаған. Олардың кейбірінде өмір болуы ықтимал. Күннің ішінде шамамен 1 миллион жер сияды. Күн соншалықты үлкен. Күннің жарығы жерге 8 минут 20 секундта жетеді. Сондықтан біз күнді әрқашан өткен шақтағы күйінде көреміз. Ғалам кеңейіп жатыр. Галактикалардың көпшілігі бір-бірінен алыстап барады. Ғарышта жаңбыр жауады. Кейбір алып планеталарда су емес, шыны жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы сағатына мыңдаған шақырымға жетеді. Алмаздан тұратын планеталар болуы мүмкін. Ғалымдар көміртекке бай кейбір планеталардың үлкен бөлігі алмаздан тұруы мүмкін деп болжайды. Ғарышкерлердің бойы өседі. Салмақсыздық әсерінен омыртқа созылып, бойы уақытша 2-ден 5-ке дейін сантиметрге ұзарады. Күн ақ түсті. Біз оны сары деп көреміз, бірақ ғарыштан қарағанда күн ақ түске жақын көрінеді. Ғаламда планеталар жұлдыздардан көп. Бір ғана галактикада миллиардтаған планета болуы мүмкін. Айда күн батуы өте баяу. Айдағы бір күн шамамен 29,15 жер күніне созылады. Ең үлкен жұлдыздар күннен мыңдаған есе үлкен. Кейбір жұлдыздардың ішіне миллиардтаған жер сия алады. Қара құрдымның жанында уақыт тоқтағандай болады. Сырттан қараған адам үшін сенің қозғалысың өте баяу көрінеді. Ғаламда жалғыз болмауымыз мүмкін. Дрейд теңдеуі бойынша біздің галактикада ақылды өркениеттер болуы мүмкін.